Қазақстандық Forbes-тың ең ықпалды 50 кәсіпкер тізіміне кірдіңіз бірнеше рет. Сізге жалпы бұл маңызды ма, сол тізімде болу? Жалпы сіздің көзқарасыңыз қандай? Бұл Forbes-тың мәні өте зор, оны шынын айту керек. Өйткені сол саладағы азаматтардың бәрі сол Forbes-ке кіргеннен кейін өзінің жауапкершілігін сезінеді. Жауапкершілік сезінеді деп ойлаймын мен, мысалы, өз басым. Ал енді сол жауапкершілікті өте жете ұстап отыру керек. Үлкен мінеке сала болғаннан кейін оның қиыншылығы да бар, ауыртпашылығы да бар. Оның бірденен келе қоятын много профильный ондай прибыльді жоқ, шынын айту керек. Бірақ онда әр саланы жетік білгеннен кейін, соның саланың өзінің үлкен мамандары бар. Солармен бірге жұмыс істеп, соны биікке көтеріп жатырмыз. Соның сала көп, Құдайға шүкір. Детсадтан бастап, колледж, енді медицинская академия, университет, сол саланың бәрінде де біздің өзіміздің дайындап жатқан келешекке деген жастар оқып жатыр.